Assalamu alaikum қазақ елі. Мынау кісілерден сұрақ келіп түсіпті. Бұған жалпы қалай байлайсыз деп. Ана витамин беріп жатсақ, укол салып жатсақ, оны неге улап жатсың, химикат қой деп жатыр да. Сол кісілерге мен түсіндіре кетейін деп. Мысалы ше, бұған алдыңыз. Ішін, сыртын паразитке, көзге көрінетін, көрінбейтін құрттар бар. Паразитін түсірмедіңіз. Таза табиғи байлайым деп байладыңыз. Чала байладыңыз. Чала семірді. Терісінің арасында көзге көрінетін, көрінбейтін құрттар жүр. Шегі толған сондай құрт. Оны сіз сойдыңыз. Сіздің ойыңызда ол бұқа өте табиғи уланбаған. Сіз оны қолмен ұстап, терісін сойып, қолыңызға жұғады. Оны ет ұстайсыз, етке жұғады. Шектің ішінде көзге көрінбейтін, көрінетін құрттар болады. Оларды сіз айтасыз, табиғи болды деп, суға саласыз, қайнатасыз, пісірасыз, жейсіз. Ойлауыңыз мүмкін, суға салғанда неше градус ыстықта ол паразиттің бары өлді деп. Ол өлгенмен өлігінің өзі денесінен ажырап шыққан жоқ. Демек, сіз шыны өзіңіз ойлағандай таза ет жеп жатқан жоқсыз. Ол паразиті өлгенімен, қайнақ суға пысып өлгенімен сіз оның өлексесін жеп жатырсыз. Кейбір паразит ыстыққа өлмеуі де мүмкін. Соның үшін малды байлаған кезде бірінші очередте мен мысалы ала салған күні ертесінен бастап 12 сағат ашықтырып, сосын барып мына ішкі құрттың дәрісін берем. Яғни мендегі бар құртты барлығыңыз осы дәріні алып берудің қажеті жоқ. Өзіңізде қандай дәрі бар, в общем, ішке шек құрттарын түсіргенге көмектессе болды. Сосын мен соны ішкі құрттың құрттан ұстайында бір айға дейін ибермек салмаймын. Ибермек бар міне. Себебі ол мал жаңағы мына дәрі оның ішкі құртын кәне өлтіріп қоймай, ішіндегі керекті бактерияларды қыруы мүмкін. Соның үшін бұқа ол аздап құрты өліп, рақаттанғанымен өзіне керекті біраз бактерияны қалпына келтіргенге бір ай уақыт берем мысалы. Мынауда мынаумен ішін улап, мынаумен сыртын улап нетсек, бұқа сергуі аз бола ма деп, ақырын бола ма деп өзім ойлаймын. Сосында осымен құртыстандырғаннан кейін, бір айдан кейін барып, мына ибермекті салам. Бұл ибермек жаңағы ішкі сыртқы құртқа деп айтылады негізі. Көбінде бұның сыртқы қышымаға көп пайдасы бар. Сыртқы паразитке, міне, суреті де тұр, кене битке. Сосын жаңағындай чала борланған, етінде паразиті бар. Ет жақсы ма? Жоқ әлде шегіндегі құрты түскен, терісіндегі құрты өлген. Сондай ет жақсы ма? Оны өзіңіз арғалай 21-ші ғасырдасыз ойлай берсеңіз болады. Енді тағы бір қателік. Ойбай, дұрыс, бұқаның ішінде құрт болады екен деп, оны ай сайын беріп болмаса көп беріп улауға болмайды. Сосын бұқам қышынып кетті деп, бұның дозасын көбейтіп 15 күн сайын қайта-қайта сала беруге болмайды. Себебі мына дәрілерді жегеннен кейін бұқа бұны артық уытты бүйрегі, бауыры арқылы үлкен кіші дәретінен шығарады. Толық тазалану үшін әдетте 27 күн, яғни 21 күн, 3 апта, не 4 апта уақыт кетеді. Оның еті жаңағы паразиттен ада болды, сосын мына удан аза болу үшін. Бұл да ол паразит деген өлтіреді, малға да зиян. Соның үшін ал енді сол 21 күннен кейін бұйыртса малыңыздың еті ішкі сыртқы құрттан ада болған таза ет болады, есептеледі. Ал одан кейін үнемі байланып тұрғаннан кейін бұқада кемістіктер пайда болады. Жемдерден толықтай алмайтын. Жем жейді, жем жегенімен бәрібірде жетіспеушіліктер болады да, азықтық жетіспеушіліктер болады. Оны қазір заман дамыды. Мынандай ұнтақ витаминдер бар. Мынандай ұнтақ витаминдер бар. Сол арқылы жеммен бересіз. Ол жетіспей бірдесе мынандай бұлшықеттен салатын витаминдер бар. Сұйық және ұнтақ түрде. Мен міндет түрде мендегі барларды тауып алып беріңіздер демеймін. Өзіңіз жағыңызда қандай ұнтақ дәрі витамин бар, соны аласыз. Қандай
жамбастан салатын витамин бар, соны алып саласыз. Бүгін как раз мен бұқаларға мына мел дегенді жеміне төгіп қоймақпын. Мен енді жанымда көмекші жоқ, көмекші болғанда салып жүретінем. Бір бұқаға бір қасықтан кем дегенде 15 күнде бір осындай беріп тұру керек. 15 күнде бір мәрте. Дұрыс түспей жатыр. Негізі осыншылық жетеді. Сосын менде не үшін жер бетон емес, не үшін топырақ дегенде бұлардың витамині азайғанда бұлар көзіне не көрінсе соны жейді. Топырақ жейді. Топырақ жегенде қарап, бұның витамин азайған екен деп витамин береміз. И болмаса мен 15-20 күн сайын осы ұнтақ витамин беріп, жаңағы өкілді де салып тұрам. Жамбастарынан салып тұрам негізі. Ол жаңағындай өзіне керегін алу үшін. Міне, мынау сразу жеді, бұның витамин азайған. Сосын далада, мисал далада жүрген мал болса, оның витаминін азайғанын қайдан білесіз? Памперс, салапан, пластмасс бір бәрелерді жеп, жіптерді жеп жүрсе, оның витамині азайды деген сөз. Енді мына жерде бетон болса, бұл бетонды жейді, жібін жейді. Енді топырақтың меніңше памперс пен бетонға, жаңағы памперстерге, пластмасс ыдыстарға қарағанда ол топырақтың пайдасы бар. Және қорытылып кетуі мүмкін. Өзіне керек болмаса жемейді. Ол памперсті де бұлар жырғағаннан жемейді. Бұлар бір нәрселерді керек қылады да жей бастайды. Жегеннен кейін оның дәмі ұнап, өзіне керек болғаннан кейін қайтеді, жалғасты жейді. Демек, памперс, пластмасс, салапанның бәрінде бұларға керекті витамин бар деген сөз. Себебі оның бәрі қосылыстар ғой, адам жасаған қосылыстар. Пластмассында, памперсінде. Олардың құрамында өзіне малға керекті бір бәлелер бар болғаннан кейін жеді. Ал енді оның сонымен қоса памперс полный оған пайдалы емес қой. Полный пайдалы емес, ол қайтты. Өзіне пайдалы витаминді алу үшін өзіне пайдасыз жаңағы шегіне барып байланып қалатын памперсті, жіпті жеді деген сөз. Соның үшін өрісте жүрген мал болсын, байлаған малдарыңыз болсын, еті таза, немнегелерге толған, құнарлы күшті ет жегілеріңіз келсе, міндетті түрде көзді ашып, қайдағы бір қате түсінікке пайда болмай, ойбай дәрі өкіл деген пәле деп жоламай қоймай, ғылыми пайдаланыңыз. Мен жаңа айттым, шала бұрланған, көзге көрінбейтін құртқа толы ет жеген дұрыс па? Залалсызданған, семірген еті де бар, майы да бар, ет жеген дұрыс па? Оны өздеріңіз миыңыз, бәріңіздің миларыңыз бар, 21 ғасырда өмір сүріп жатырмыз. Соның бәрін білгендеріңіз абзал. Қатысты сұрақтар болса, енді мыналар бүгінше енді бір 10-15 күнге дейін витамин керек емес бұларға. Қатысты сұрақтарыңыз болса, енді мысалы мыналардың жүні үйқы-чүйқы жақсы ретке келе алмағанда, мына қара біраз қалыпқа келе бастаған, себебі жүні жарық шаша бастаған, жылтырай бастаған. Мына қаралардың витамині толық бұл. Бұрыннан мен байлап кеткен режимде бұлар әдемі жақсы. Мыналардың да мына екеуін салыстырсаңыз, мынау соңынан келген, мынау ерте келген, жүні жылтырап тұр. Мынау да жүні жылтырап тұр. Міне соңынан келген бұлардың шамалы мынау бірден көзге шалынады. Жүні жып жылтыр, витамині толық. Мынаның да жүндері жақсы. Осының ара жігін ажырату керек. Көзсіздікпен жаңа витамин салады екен деп құртыстандырады екен, оны да көп салмау керек. Ойбай мен таза болам деп малды залалсыздандырмай жеуге болмайды негізі. Өзіңіз жесеңіз де, біреуге сатсаңыз да малыңыздың еті таза болғаны абзал.
Мен оны тек қана семірту үшін ғана емес, және адал, таза жолмен бұл әдетте борышылардың бәріне кінә тағылып жатады. Ол таза, адал еңбекпен семіртсе, бірден оның көңіліне қарамай, не өзінің қолынан келмейді, не өзі байлай алмайды, сонымен қоймай келеді деп, бұған не өкіл салдың дейтіні бар. Не салдың деп, өзінше болып. Мен ондайларға сатпаймын да, сатып та көргенім жоқ. Давай жоғал бар, онда өзің байлап ал дейсің. Соның үшін еңбекті бағалау керек. Барлық борышылардың дұрыс жолмен байлауына осы видеоның көмегі тиеді. Сосын енді байламақшы болған кісілерге де дұрыс түсінікте болсын. Жалпы сауаты төмен кісілердің сауатын ашсын деген сөз. 21 ғасырда негізі ондай сұрақтар қойылмау керек еді. Мыналар жаңағы салған витаминді көрдіңіздер ме? Аз болған ғой. Патшостарға көп керек болады, бұлар өсу барысында ғой. Міне, дереу бетіндегін теріп жеп алған, тағы іздеп тұр. Бұларға молаңды оқып сақ қоясыз. Міне, мыналарда барлығына опшын. Дереу жем алдында үйіліп тұр. Жемді жегісі келмейді. Бірақ мынаны қатты іздеп тұр, міне, көрдіңіз бе? Демек, бұлардың витамины азая бастады. Міне жерге обалды төгіліп қалды. Мына бұқаға да керек деген сөз. Төгіп қою керек негізі. Тағы не қалды? Енді қалғандарын аман болсақ келесі видеода айтамыз. Сосын сұрақтар болса астыға жазасыздар. Со бойынша видео даярлауға қарекет жасаймыз. Оның кейін бұның бәрін мен қалтамнан алып шығарғаным жоқ. Біз енді оқыған жігіттеріміз. Биологияда, химияда, физикада айтылады, солардан пайдаланамыз. Алу, сату, мал байлау тікелей математикамен жүреді. Ал байлау физика мен химияны керек етеді. Соның үшін адамзат ғылымнан ешқашан ажырап кете алмайды. Жақсы, аман сау болыңыздар. Міне, мыналарға вообще бұлар өте азайып кеткен ғой. Міне, бұлар өткен жаңадан келді ғой. Бұлар витаминді енді жеп жатыр. Менде бұрыннан тұрғандар, олар витаминдер бар, жиі беріледі. Міне, соның үшін беріп тұру керек. Жақсы, аман сау болыңыздар. Осы еңбегімді бағалап, каналға әлі күнге дейін тіркелмей, ссылка арқылы көріп жүргендер болса, тіркеліп кетулеріңізді, және де керекті дұрыс екен осы басқа кісілерде көрсін десеңіздер, басқа да әлеуметтік желілерге жүктеп қойсаңыздар болады. Қатысты сұрақтар болса, телефон 8707 680 60 66. Аты жөнім Таңжарық Шотайұлы. Адресті қайта сұрап жатыр. Мен көп видеомда адресімді, аты жөнімді, телефонымды қалдырдым. Бірақ бәрібір де қайта аты жөнімді, адресімді сұрайды. Аты жөнім Таңжарық Шотайұлы. Телефоным 8707 680 60 66. Бұл да осы бір нөмір генә бар. Керек десеңіз Каспий Голдта бар. Ырза болып жатсаңыз, ақша сақ қойсаңыз болады. Десең, ақшасының керегі жоқ, просто нөмір сұрап жатқан сіздерге. Енді адрес болса, Жетісу облысы, Ақсу ауданы, Көшкентел ауылы, Жамбыл көше 32-ші үй. Осылай. Мендегі сізге керекті мәліметтерді бердім деп ойлаймын. Сіздер сұраудан жалықпаңыздар, біз видео түсіруден жалықпаймыз. Тағы не қалды? Тағы да айтасыздар.